Ең алдымен жасанды интеллект туралы сіздерге бір шолу жасап кетейін. Жасанды интеллект негізінде бір немен жұмыс жасайды. Код дейміз ғой, например, мультик жасаған кезде, осындай бір приложениялар жасайтын кезде біздің нелеріміз, информатиктар, олар не істейді, бір кодпен жұмыс жасайды. Сол сияқты бұл жасанды интеллекттегі бұл код промпт деп аталады. Яғни сен промпт жасайсың. Мысық жүріп келе жатыр, күн жарқырап шығып тұр деген сияқты. Яғни сен өзіңнің көзіңде, өзіңнің ойында бар затты жазуың керексің. Қайда бара жатыр, не істеп келе жатыр, қандай киім киіп келе жатыр, даже эмоциясына дейін, даже көзі қайда қарап тұр, соның барлығын сен жазуың керексің. Ол жазу мәселесі де өте бір үлкен жұмыс, потому что сен ойдағыдай жазбасаң, яғни сол жасанды интеллекттің тілімен жазбасаң, саған басқа бір суретті беріп қоюы мүмкін. Ондай да көп факапер болды. Сол үшін промпт мәселесін біз өте дұрыс жазуымыз керек. Оны дұрыс жазуды біз ChatGPT-ден сұраймыз. Яғни біз ChatGPT-ге жазамыз, мысық далада жүріп келе жатыр, осыны маған әдемілеп суреттеп берші деген сияқты. И сол кадрды бізге ChatGPT суреттеп жазып береді. Яғни бұл жерде біз ChatGPT-ден полностью бір историяны маған істеп бер деп айтпаймыз. Потому что жасанды интеллектте барлығы кадр, фотомен жасалынған. Яғни бір целый сцена жасап, бір айыға салып қойып, ол айы бізге сразу бәрін бере салмайды. Яғни ондай да айылар бар, мен ондай жұмыс жасаған, бірақ олар точно видео бізге бермейді, әртүрлісін береді, ойдағыдай бермейді. Сол үшін де бізге лучше әр фотоны бір сцена ретінде айыға жазамыз, ол бізге фото істеп береді. Он бізге фото істеп береді, фотоны біз алып жандандырамыз, басқа иеда уже жандандырамыз. Ол жақты жандандырған кезде де біз кәдімгідей уже не істеп жатыр бұл адам, киініп жатыр ма, шешініп жатыр ма, біз оны да жазамыз. Сол кезде бізге сол бұл фотоға қарап, өзінің несіне, креативіне қарай әдемілеп генерация жасап береді. Яғни жасанды интеллект, осы мультик, менің жасап жатқан қысқа мультиктарымда жасанды интеллект осылай жұмыс жасайды. Келесі видеоны қараңыздар, мен ол жақта синтакс туралы тоже жалпылама информация беріп кетемін.